Байып кетсе, бір жылдан не түсіндім? Бұрын мен маркетингті, бұрын мен коммерческий департамент, оргструктура деген қиын бір сөздерді үйреткім келетін адамдарға, бірақ бір жыл бойы әртүрлі мебельден бастап, клининговый компания, флористика, ет сату, тур компаниямен айналысу, умный замоктар, фрилансерлар, эксперттер, мобилографтар, таргетологтар, видеографтар. Байыпкет академиясына келмеген жан жоқ, әртүрлі оборотта, әртүрлі табысты адамдар, және де бір затты байқай бастадым. Ол зат қазір мен осы видеоның аясында сіздерге айтып берем. Және де бұл сабақ, кішігірім сабақ біткеннен кейін сіздер бір жаңа бір ойға келесіздер деген үміттемін. Кеттік. Бірінші 5 қателік деп айтты. Бірінші қателік бұл біздің қателігіміз емес, бұл жүйенің қателігі. Біз белгілі бір жүйеде өмір сүрдік. Мен өзім 97-ші жылғымын, 95-тер, 94-тер ОБТ-сы өте қиын болған. 93, 90, 89, 87 біз барлығымыз бір жүйемен келдік. Қандай жүйе болды? Бізден кейінгілерді ОБТ, барлық назарымыз ОБТ. Өмірде бұдан артық маңызды мақсат болмады. ОБТ-дан басқа. Кейін ОБТ тапсырғаннан кейін максимально грантқа түсу. Біз ойладық, жаңағы ОБТ тапсырғанмен гранттың бірдеңесі байланыс бар екен деп. Одан кейін не істедік? Диплом. 4 жыл бойы оқуымыз дипломға кетті. Бұл біздің кәсіпкерлердің сәл кәсіпкер емес екенінің бір көлеңкесі, ызғары осы бір жүйеден түседі. Бұл ойымды жалғастырайын. Біз 4 жыл оқимыз да, белгілі бір бізге алгоритм көрсетіледі. 1, 2, 3, 4 деген. Бұл алгоритмді бітіргеннен кейін біз не істейміз? Түсінеміз. Оказывается, 4 жыл кетіріп алған дипломым мен ақшаның арасында ешқандай қарым-қатынас жоқ екен. Мүмкін біреуміз ерте түсініп қойдық, 2-ші курстан кейін жұмыс істеп кеттік, 3-ші курста сүйікті ісімізбен айналыстық. Бірақ бұл көзқарас өте маңызды. Ары қарай тыңдаңыздар. Так, бізді білім кеме деп үйретеді. Сол кемеде оқып жатқаннан кейін, бітіргеннен кейін бізді нарыққа, яғни тәуелсіз бір нарық дейді ғой. Сұраныс пен ұсыныстың соғысына лақтырады. Біз әдетте не істейміз? Біз суға түсе алмаймыз. Себебі бізге ешкім бұл суға түсуді үйретпеген жоқ. Біздің басымыздағы бас сұрақ не істейміз? Что дальше? Мүмкін біреуіміз универ кезінде бір мамандықты жақсы көріп, артынан бардық. Мысалы, мен вайнды жақсы көріп, блогер болып кеттім. Біреу жұмыс істеп кетті, официант болды, анау. Бірақ белгілі бір деңгейде біз түсіндік. Опа, бізді мына білім кеме деген лақтырды, ал біз тіпті жүзеге алмайтынымызды. Енді как-то біз бір жол таңдадық. Әр қайсымыз бір жол таңдап алдық. Сол жолдың арқасында біз өзіміздің өмірімізді жалғастырдық. Бірақ бұл таңдаудың артында не жоқ? Бұл таңдаудың артында бір вообще таңдау деген не? Неғып мен блогер болып кеттім? Неғып біреу мебель бастап кетті? Неғып біреу мынамен айналысты? Бізде таңдау деген тақырыптың өзінде білім болған жоқ. Себебі біз суға лақтырылып кеттік. Енді уақыт өтеді. Белгілі бір уақыт біз бір нәрсемен айналысып жүрміз. Сағаттың тілдері сықырлап кете береді. Бірақ не істеуге уақыт жоқ, әдеттегідей. Уақыттың жоқтығы бұл ойлануға. Мен дұрыс жолдамын ба? Бір нәрсені дұрыс жасап жатырмын ба? Біреуміз белгілі бір деңгейде ақша тауып қалдық. Біреу кәсіп жасап жатыр, миллиондап тауып жатқан шығар. Бірақ уже біз бұл велосипедқа отырып алғаннан кейін бізде ойлануға уақыт жоқ. Себебі қазір велосипедтен түсейін десең, біздің бизнесіміз сәл бизнес емес. Біздің бизнесімізді бізге ешкім жасап үйреткен жоқ. Сәйкесінше бұл бизнесті қазір мен ойланып алайын десең, ол велосипедтен түскен адам сияқты велосипед ары қарай жүрмейді. Сәл бизнес емес, сәл бір қолөнер екеніне көзіміз жетті. Енді осының барлығын біткеннен кейін біз не істедік? Жаңағы ОБТ деп жүрдік,
бір жол таңдадық. Сөйтіп сол жолды таңдай келе біз нарыққа 2024 жылы мен байқаған үлкен проблема нарықта мына біреу адамдардың барлығы қолынан бір нәрсе келмейтін адамдар. Ең способны, ең қабілетті адамдар бірдеңе қылып тырысып өтіп кетті, кәсіп жасап кетті, ақша тауып кетті, Қытаймен бизнес жасап кетті, блогер болып кетті, Каспий магазин ашып кетті. Бірақ дәл мына жерге келгенде, корона салып қойын, бастық болып біз түсіндік. Бағанағы жүйемен келген қаншама мың адам өкінішке орай қолынан ештеңесі келмейді. Ал біз мына жерде бізде ол адамдардың ішінен қалай мен өзіме керектісін табам деген бізде не жоқ? Бір көз қарас жоқ. Себебі неге? Біз өйткені тырысып, ақша табайықшы, бірнеген істеп, осы өмірден суырылып шығайықшы, Каспий магазин ашайықшы, клининговый компания ашайықшы деп жүрген кезде бізге бизнесті ешкім үйретпеген екен ғой. Енді осындай бір екі әлемге келдік. Мына жақта біреуі бұл нарықтағы сотрудниктер, немесе қызметкерлер, мамандар деп айтайықшы. Мамандар, ол мамандар немесе SMM оқып алған бір курстан, немесе универ кезінен бастап бір отдел продаж болып, сөйтіп бір нәрсе істеп жүргендер, немесе бағанағыдай айтқандай. И мына жақта біз жүрміз. Бизнесмен, ойыншық бизнесмен, кішкене ойыншықта бизнесмен бір ойын ойнап жүрміз. Біздің басты сұрақ, не істеймін вообще, қалай жалғастырам бұны, қалай өсем? Илон Маск ар жақта шулатып жатыр, мына жақта Қазақстанда кәсіпкерлер жыртып жатыр, ал мен белгілі бір деңгейде тұрып қалдым деген осындай бір екі картина пайда болды бізде. И не байқауға болады? Біз бір ойындамыз, және айттым ғой. Біз бір ойындамыз, шахмат ойындамыз. Біздің командамыз бар, олар мына жерде әртүрлі позиция, біреу слон, біреу ферзь деген сияқты да. Ал біз, кәсіпкерлер, бұл ойынның ережесін не істеп жатырмыз, түсінбей жатырмыз. Не істесе болады? Кейбір байып кетке келетін адамдар мына жерде жүреді. Кейін өзінің кәсібін ашады. Бірақ түсінетін зат, екінші бір қателік, біз ойынның ережелерімен әлі де таныспадық. Сөйтіп, тағы да потеря боламыз. Таңдай алмай, или все-таки трейдингқа кетейін ба? Или TikTok бастап кетейін ба? Или личный бренд жасайын ба? Или Каспий ашайын ба деп, әлі күнге дейін бағана мектеп бітіргенде жасалмаған таңдау әлі күнге дейін бізге айналып келе береді. Окей, үшінші бір қателік, үшінші бір ойланатын тема бұл біз барлығымыз бір істің шеберіміз. Біреу мебельді мықты жасайды, біреу видеоны мықты түсіреді, біреу мықты тіс дәрігері, біреу кете береді. Әртүрлі істің мамандары. Керемет мамандар, мысал үшін ремонт жасайды, біреуі өте жақсы деген сияқты да. Бірақ біз бұл бір шеберліктен басқа ештеңе істей алмайтынымызды мойындау керек. Мысалы, бұндай история менде де болған. Мен 2015-те ха-ха-шоу болып жүрген кезімде мен вайнды мықты түсіретін. Қолымнан бір нәрсе келетін. Бірақ нәрсе, бағанағы кунг-фу панда сияқты шебермін, вайн түсіруден шебермін. Видео түсіруден, контент түсіруден мықты шебермін. Бірақ продажам 10-нан 2. Клиент табуым 10-нан 1. Стратегия, болашақта не істеймін деген сұрақ 10-нан 0. Өкінішке орай осылай болып қалды. Неге? Себебі біз шебер болып қана үйрендік. Біз бір затты ғана істей аламыз. Егер команда алып, адам алып, олар істей алмай жатса, оның ішіне кіріп кетеміз. Әкеш өзіміз істейін, осылар ештеңе істей алмайды. Өзіміз кіріп кетеміз, делегировать етіп үйренбегенбіз, команданы басқарып үйренбегенбіз. Себебі біз шеберіміз, біз қолөнершіміз. Бұл қайтадан неге келеді? Бұл қайтадан бағанағы вуздардың мәселесіне келеді. Бір жүйеге келеді. Барлығы өте тығыз байланысты дедім ғой, себебі бұл универдің мақсаты қандай еді? Бұл универдің мақсаты бітіріп шыққан адам мастер болу керек.
Мастер дәрігер, мастер архитектор, мастер машинист. Себебі ешкім бізге айтқан жоқ. Так, мынау клиника ашып алсын, мынау жігіт клиника ашсын. Бұған давайте біз маркетингті үйретейік. Қосымша универде 11 жыл оқып жүргенде маркетингті үйренсін бұл. Немесе мынау архитектор өзінің дизайн студиясын ашсын болашақта, или биогруп сияқты компания ашсын. Мынау машинист. Бізге ондай затты түсіндірген жоқ. Сондықтан бізге бір ғана мамандықты оқыды. Сол бір ғана мамандықтың арасында біз ары қарай қайда бару керек едік? Біз бір үлкен бұндай жүйенің ішіне барып, кірпіш болып қалану керек еді. Кішкентай мынандай винтик дейді, болт болып, осындай үлкен бұрынғы Советский Союздың қалып қалған жүйесімен осының ішіне барып бір винт, яғни бір шеге дейма, болт дейма болу керек. Неге? Бұл жерде басты нәрсе не? Бітірдік, таңдай алмаймыз, шектеу, жұмысқа барамыз. Ең басты мәселе бұл жерде сағат. Таңғы сағат 7-де оянса болды, және де кешкі сағат 7-де қайтса болды. Ішіп кетпесе болды, ауырып қалмаса болды, тоқ болса болды, және де осы система. Маркетинг керек емес. Маркетинг керек емес. Сен білмеймін, аяқ киім жасайтын заводта жұмыс істеп жатсың бағанағыдай. Маркетинг зачем саған? Уже үкімет шешіп қойған маркетингті. Қай жаққа бұл аяқ киімдер кетеді, қай жақса экспорт жасаймыз, қай өңірге немесе ет болса ет кетеді. Продажи тоже бұл план, жоспарлы экономика. Ол кезде нарық жоқ бағанағындай. Барлығы әлі бір кішкентай жүйе, және де біз осы бір жүйеден шыққан адамдар болғаннан кейін біздің басымызда осы бір картина әлі бар. Енді қандай альтернатива бар деген сұрақ қой. Қандай альтернатива бар? Біз бағанағы бір шебер болайық. Бір істің шеберіміз. Сол істің шебері бола тұра, енді бізге әрі қарай жақсы табыс табу үшін миллиардный компания болуды үйретмейміз. Өзі байып кетте, бірақ байып кет не үйретеді? Енді қараңыздар, байып кет, мынау жігітке немесе қызға басына бір картина салып береді. Бұл картинаның мақсаты көз қарастың болуы, бір белгі. Көз апасыны кетті, мынандай жайт көз емес, очки салып қойшы, екі көз, есі бір очки. Очки. Бұл көз қарастың мақсаты не? Сіздер бір ғана мамандықты жақсы білесіз. Мысалы, мына қыз косметика сатудан жақсы шебер. Косметиканы Қытайдан жақсы алып келеді. Жақсы бағада шебер. Бірақ енді бұл қызға жақсы үлкен золотой яблоко сияқты қалай компания болып кетем деген сұраққа, бұл қыз бірінші не үйрену керек? Бұл қыз найымды үйрену керек. Команданы қалай жұмысқа алам? Ол команданы қалай оқытам? Ол команданы қалай мотивировать етем, ол командаға қалай бір мәдениет, культура, корпоративный культура үйретем, ол команданың эффективностін қалай арттырам деген сұрақтардың арасында бізде HR деген бір бөлім бар. Бұл бизнестің бір бөлімі. Одан кейін мына жерде коммерция құру. Советский Союз кезінде оны коммерсант деп атаған 2000 жылдардың басында, бірақ коммерсант деп жазып қойыппын. Коммерция, коммерческий департамент дейді немесе. Бұның ішінде маркетинг және продажи. Соңғы 4 жыл мен осы коммерцияны құрумен айналыстым. Маркетингті және де продажны. Лидтарды қалай әкелем, не істейм, TikTok түсірем ба, таргет жіберем ба, билборд жасайым ба, ол маркетологтардың жұмысы, оның ішінде курста біз жақсы үйретем. Және де продажи, кассаға ақша қалай түседі? Ол не вообще? Сату деген этапы продаж, дажим, выявление потребности, ойбай, бұның ішінде кәдімгі білім. Одан кейін финансы, қаржыны үйрену. Қаржыда өкінішке орай біз бір бухгалтериядан басқа ештеңе білмейміз. Бір ИП ашқан кезде ойбай налог өткізу керек екен. Одан басқа білім жоқ. Бірақ модельдер қалай құрады қаржылай, қалай жоспарлайым деген сұрақ. И біз қарасақ, мына жерде біз бір нәрсені білеміз, өндіруді білеміз. Өндіріс. Осы
өндірісті білеміз, қаржыны үйреніп алсақ, коммерцияны жасауды үйреніп алсақ, найымды жасауды үйреніп алсақ, осының арқасында бір белгілі бір деңгейге шығып алсақ, осы 4 қабілетті қосып, енді бір ғана қабілеттің емес, осы 4 қабілеттің мастері болсақ, біз жақсы оборот, жақсы пайдаға шығамыз. Одан кейін бізге уже стратегия, жаңағы пиар дейді, личный бренд дейді, кәдімгі кәсіптің иесі айналысатын қабілетті үйренсек. Жалпы кез келген кәсіп осы бір бөліктерден тұрады. Бірінші, ниша таңдаймыз, стратегия құрамыз. Жалпы мынау кәсіптің иесінің рөлі. Кәсіптің иесінің рөлі. Осы бір рөл. Одан кейін адам алу командаға, одан кейін маркетинг жасау, одан кейін қаржысын есептеу. Ал өндіріс әркімде өзінікі. Бағана айттым ғой, біреу мебель, біреу клининг, біреу товар. Осының барлығы. Жалпы өзгере береді, бірақ мына заттар ешқашан өзгермейді. Маркетингті құру, бұл клининг болса да, мебель болса да, ет салсаң да, сол маркетинг, сол клиенттерді табуды үйретесіз. Продажа болса да сол, қаржы болса да сол, найм болса да тура сол. Қалай собеседование жасаймын, адамдардың мотивациясын қалай тексерем, білімін қалай тексерем. Және соңғы қателік, біз осы бір картинаны білмейміз. Сондықтан сәйкесінше бізде дұрыс стратегия да жоқ, біз нишамызды дұрыс таңдамаймыз. Бұның барлығы өнер. Мынау ғана өнерді білмей, мен сіздерді Байыпкет академиясына мына қалған өнерлерді білуге шақырамыз. Ең алдымен біз маркетингті үйретеміз, және маркетинг команданы қалай жинау деген сұрақта біз HR бөлімімен танысамыз. Одан кейін маркетинг, клиент келді, енді не істейміз, қалай сату керек екенін біз де білу керекпіз ғой деп сатуды да үйретеміз. Маркетинг ол қаржымен тікелей байланысты, клиенттің саны болады, лидтің құны болады. Оны үйрену үшін қаржыны да үйренеміз. Жалпы личный бренд бөлімінде біз енді операционкаларыңызды күшті қойып, бір деңгейге шығып үйреніп алсаңыздар, личный бренд деген бөліммен де таныстыратын боламыз. Сондықтан да жалпы бағанағы қателіктерге кірмес үшін, және де соңғы қателікті жібермес үшін пазлды басымызда құрайық. Байыпкет академиясының бір тегін сабағы сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Бізде бұл технология бар. Бір жылда адамдар оқып жатыр, үйреніп жатыр, дамып жатыр. Мен де сіздерді соған шақырам. Төмендегі сілтеме бойынша біздің академия бойынша ақпарат алсаңыздар болады. Толығырақ программа қалай үйретеміз, қанша сабақ, қандай формат сұрап алсаңыздар болады. Кездескенше сау!